Армысыз көрермен, бүгін 1 тамыз, жұма, яғни назарларыңызға аптаның ең маңызды деген жаңалықтарын ұсынамыз. Бүгін көретіндеріңіз. Су тапшылығы. Мақта мен күріш еккен диқандар биыл тағы да тығырыққа тірелді. Жағдайды бақылау үшін премьер-министр Олжас Бектенов өңірлерге арнайы барды. Студент өлімі. Алматыдағы беделді жоғарғы оқу орнының бас ғимаратынан бойжеткеннің секіріп қаза табуы елді елеңдетті. Университет тарапы не дейді? Үкімет отырысы, жылу жүйесі жаңармай, қыстың қамы шешілмейді. Тозығы жеткен тестердің жайы үкіметтің басты талқысына айналды. Мақта мен күріш өсіретін шаруалар үшін биылғы жылда оңай болмай тұр. Қызылорда мен Түркістан өңірлерінде су тапшылығы қайтадан алқап басындағы жұмыстарға қол байлау бола бастады. Жыл сайын қайталанатын бұл түйткіл биылда диқандардың дегбірін қашырды. Осы мәселеге қатысты Қызылорда облысындағы шаруа қожалығының басшысы орынбасар Төлепов пікір білдірді. Оның айтуынша су тапшылығының бір ұшы кейбір шағын шаруашылықтардың суды шамадан тыс әрі жүйесіз пайдалануы болуы мүмкін. Бірігіп әрекет етпей, әркім өз бетінше су тарта берсе, су тапшылығынан құтылу қиын дейді ол. Олар бұлай ғой, жаңа бөлінеді, бірден мысалға 100 гектар бір шаруашылықтың ішінен тағы бөлініп шығады. Бөлініп шығады да, мен 100 гектар жерімді алдым, маған мен күріш егемін дейді сол жерге түгел. Онда техника жоқ, басқа жоқ. Сол егет, енді ол ротация сақтау керек қой ол да. 100 гектар алса, 50 гектарына ғана күріш егу керек. Бірақ оны айтып түсіндіре алмайсың оларға. Дегенмен қол қусырып отырған шаруа жоқ. Бірі күріштен бас тартып, басқа дақылға бет бұрса, енді бірі мақтаның машақатынан Шымкенттің шекерін көруге кіріскен. Түркістан облысында 2000 жылдары құрылған Дінмұхамед шаруа қожалығының басшысы да осы жолды таңдаған. Айтуынша, бұл бағыт әлдеқайда тиімді, су шығыны да аз, жұмыс күші де көп талап етпейді. Біздер сол мақта егетін тұғымыз Сауран районы, Түркістан облысы Сауран районы. Мен өткен жылдан бастап семізкенің тұқымын алдым, арнайы тапсырыспен Қытайдан G6 деген ұрығын егіп көргенбіз. Өткен жыл 13 гектар, соны 250 гектарға дейін көбейттік, ағайындармен қосылып көпшілік болды. Содан айырмашылығы мақтадан жаңа қуаңшылыққа байланысты мақтаға 4-5 рет су керек. 8 ай оның еңбек жұмысы бар. Мына семізкенікі 3 ай 4 айда бітеді. Айтпақшы, мәселенің мән жайын анықтау үшін премьер-министр Олжас Бектеновтің өзі Қызылорда мен Түркістан облыстарына барды. Қызылордада мемлекет басшысының сумен жабдықтау және су үнемдеу технологияларын енгізу жөніндегі тапсырмаларының орындалу барысын тексерді. Ал Түркістанда су шаруашылығы инфрақұрылымының жай-күйімен танысып, өңірді тұрақты сумен қамтамасыз етуге бағытталған нақты шараларды жедел қабылдауды тапсырды. Мемлекет басшысы көктемгі және еріген қар суын жинап, оны егістікке тиімді пайдалану үшін 20 жаңа бөген салу, кемінде 15 су қоймасын күрделі жөндеу жүргізу жөнінде тапсырма берген болатын. Таяу уақытта Бәйдібек ата және Боралдай су қоймалары арқылы бөген су қоймасына қосымша 113 миллион текше метр су берілгенінің арқасында Түркістан қаласы кепілді түрде сумен қамтамасыз етілген болатын. Трансшекаралық су көздерінен келетін су көлемі жылдан жылға азайып келеді. Соған байланысты біз ішкі су қорларын барынша пайдалану үшін қосымша су қоймаларын салу жолдарын қарастыруымыз қажет деп атап өтті Олжас Бектенов. Сондай-ақ премьер-министр Олжас Бектенов Қызылорда облысында сапары барысында агросекторға су үнемдеу технологияларын енгізу тапсырмасының орындалуын тексерді. Ол заманауи әдістер қолданылып жатқан Ақмая шаруа қожалығымен негізгі су нысандарын аралап, Қараөзек арнасының жай-күйін бақылап көрді. Үкімет басшысы суды тиімді пайдалану қазіргі гидрологиялық жағдайдың басты талабы екенін атап өтті. Тамшылатып және жаңбырлатып суаруға көшкен шаруашылықтар енді келісімшарттарды басым тәртіппен алады. Сонымен бірге күріш пен мақта алқаптары азайып, орнына суды аз қажет ететін дақылдар егіле бастайды. Қосымша 118 тік дренаж жүйесі мен 243 сорғы агрегатты іске қосылады. Бектенов бұл тәжірибені кеңейту керек екенін айтты.
Жалпы бұл суды тиімді пайдалану мен шаруаларға тұрақты қолдау көрсету бағытындағы кешенді жұмыстың бір бөлігі. Осы өңірдегі қазіргі ахуалға байланысты әріптесіміз Жансұлу дайындаған сюжетке кезек берсек. Мақта мен күріш егетін диқандар биыл тағы да су тапшылығын сезіп жатыр. Дәлірек айтсақ, Қызылорда, Түркістан облыстары. Жылда қайталанатын жыр биыл да шаруаларды әбігерге салды. Осыған орай қазір аймақтарда суды үнемдеу шаралары қабылданып жатыр. Әйтпесе диқандар шығынға батуы әбден мүмкін. Күріш еккен шаруалар қазір кезек су беріліп жатқанын, тамыздың ортасына дейін суаруға мүмкіндік болса, күріштің шығымы да жақсы болады деп үміттеніп отыр. Шаған жер шаруашылығы 2800 гектар күріш егіп отыр. Бір апта Қармақшы ауданына қарай береді да, 5 күн Сырдария ауданына береді. Күріштің шығымы жаман емес. Арасында жетпеген жерлерге су шаруашылығы мамандары насостан көмек берген. Сол жетпеген жерлерге сол насосты коллекторден су тартып, қосымша пайдаланып отырмыз. Өзімізде передвижной 3 насосымыз бар. Үкімет резервінен Қызылорда облысындағы егін алқаптарын сумен қамтуға 1 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл қаражатқа 53 жылжымалы дизельді сорғы станциясын сатып алынбақ. Үкіметтің 15 шілдедегі есебінше оңтүстік облыстардағы суармалы егістікке көктемнен бері 7,7 миллиард текше метр су жұмсалыпты. Вегетациялық кезең аяқталғанша тағы 3 миллиард текше метрден астам су қажет. Аталған цифра аз мөлшер емес, шаруалар соны біліп ақырындап су үнемдеуге көшкен. Келешек енді мынандай су осындай болып тұра беретін болса, басқа дақылдарға қарай бетбұрыс жасаймыз ба? Бұл су биыл чересшур тапшы болып тұр. Шіркейл каналымызда горизонт дейміз ғой, енді сол горизонты межеге келе қоймайды. Судың тапшылығына бір жағы мақта орнына күріш еккен диқандардың да кесірі тиді. Министрлік Түркістан облысында дақыл түрлерін заңсыз ауыстырудың 203 жағдайын тіркеген. Атап айтқанда Жетісай ауданында 66 шаруа қожалығы 1079 гектар алқапқа егілетін дақылды өз бетімен күрішке ауыстырған. Мақтаарал ауданында мұндай жағдай 137 шаруашылықта тіркеліп, жалпы 1128 гектар жерге заңсыз егілген. Салдарынан Түркістан облысында күріш егу жоспары белгіленген межеден 3,3 есеге асып кеткен. Нақтырақ айтқанда 4000 гектарға дейін шектелуі тиіс күріш егістігі 13258 гектарға дейін ұлғайған. 24 жылдың қорытындысы бойынша 150 мыңға жуық гектарға су үнемдеу технологиялары енгізілген болатын. Биылғы көрсеткіште осы межеге жақындап қалды. 2030 жылға дейін 1,3 миллион гектарға дейін суармалы жерлерге су үнемдеу технологияларын енгізу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда Достық каналы бойынша аталған аудандарға секундына 90 куб су берілуде. Өзбекстан аумағынан одан қосымша Шардара су қоймасынан машина әдіспен насос арқылы Жетісай ауданына қосымша 10 кубтай су берілуде. Судың тең жартысын көршіден аламыз. Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстан елдерімен су мәселесі бойынша келісімге келді. Аталған келісімге сәйкес 2025 жылдың 1 сәуіріне дейін Шардара су қоймасына 11,1 текше шақырым су жеткізілуі тиіс. Сонымен қатар мемлекетаралық Достық каналы арқылы 487 миллион текше метр су алу жоспарланған. Бұл көлем биылғы вегетациялық кезеңде Түркістан мен Қызылорда облыстары үшін қажетті су қорын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Арал теңізіне 1,6 миллиард текше метр су жіберуге мүмкіндік береді. Бұған қоса елімізде су кодексі қабылданды. Ендігі уақытта үкіметтің де, фермерлердің де суға қатысты жұмысы осы кодекс негізінде жүзеге аспақ. Шаруа шығынды азайтып, суару технологиясын енгізуі тиіс, ал билік қаржылай қолдау көрсетіп, қадағалау ісіне жауапты. Әлеуметтік экономикалық даму, инфрақұрылым және энергетикалық қауіпсіздік үкімет күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқылады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр бірқатар салалық министрлер мен Қазавтожол төрағасы қатысқан баспасөз конференциясында жылу электр орталықтарының жай-күйі, АЭС құрылысына қатысты қоғамдық тыңдаулар мен қысқы маусымға дайындық барысы сөз болды. Сонымен қатар халықтың әл-ауқатына тікелей әсер ететін тағы бір маңызды жаңалық, биыл елімізде 94 елді мекен газбен қамтамасыз етіліп, 300 мыңнан астам адам алғаш рет көгілдір отынға қол жеткізбек. Енді үкіметтегі осы маңызды жиында көтерген мәселелердің мазмұнын тарқату үшін сюжетке кезек берейік. Биыл ел экономикасында оң серпін байқалады. Жарты жылда өндіріс көлемі 29 триллион теңгеге жуықтаған. Бұл туралы премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр үкімет отырысынан кейінгі өткен баспасөз маслихатында мәлімдеді. Өңдеу өнеркәсібінде, әсіресе машина жасау, азық-түлік пен құрылыс материалдары өндірісінде айтарлықтай өсім бар. Салаға салмақ салатын көлік инфрақұрылымы да қарқын алып келеді. Жыл соңына дейін темір жол, автожол және әуе қатынасы бойынша ірі жобалар аяқталады. Оның ішінде Достық, Мойынты, темір жол мен Талдықорған үшарал газ құбыры бар.
Бірқатар ірі темір жол жобалары іске асырылуда. Достық Мойынты және Алматы қаласының айналма жолы жобалары аяқталу сатысында. Келесі жылы Мойынты Қызылжар, Дарбаза Мақтаарал жобалары аяқталады. Ал 2027 жылы Бақты Аягөз жобасы іске қосылады. Газдандыру саласында да алға жылжу бар. Биыл 49 елді мекенге көгілдір отын тартылып, 300 мыңнан астам тұрғын газбен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ Шымкент мұнай өңдеу зауыты 2 есе ұлғайтылып, жылына 12 миллион тонна мұнай өңдеуге мүмкіндік алады. Сәуір айында Бейнеу, Базой, Шымкент магистральды газ құбыры екінші желісінің құрылысы басталды. Оны келесі жылдың соңына дейін пайдалануға берілу жоспарланып отыр. Құрылыс саласында рекордтық көрсеткіш күтілуде. Бұл мемлекет тарапынан әлеуметтік әл-ауқатты арттырудың нақты тетіктерінің бірі. Баспасөз жиында айтылғандай, салық кодексіне енгізілетін өзгерістер құрылыс саласында бөлшектеу схемасын жояды. Яғни ірі компаниялардың табысты жасанды түрде төмендету тәсіліне тосқауыл қойылады. Тұрғын үй құрылысы саласында рекордты 19,2 миллион шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлануда. 6 айдың қорытындысы бойынша 7,9 миллион шаршы метр пайдалануға берілді. Үкіметтегі брифинг барысында журналистер АЭС пен жылу электр станцияларына қатысты сауал жолдады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр Росатом Қазақстандағы атом электр станциясын қаржыландыруда қиындық болмайтынын жеткізді. Разные проекты, совершенно разные проекты, строительство ТЭЦ и строительство АЭС. По АЭС будет отдельное межправительственное соглашение. Потом компания Интеррау, которая была назначена оператором по ТЭЦ, и Росатом, они имеют разные источники финансирования, собственные капиталы и так далее, и так далее. Поэтому здесь каких-либо сомнений у нас нет. И агентство, специально созданное агентство по атомной энергетике, этим вопросом занимается. Здесь, и повторюсь, никаких проблемных вопросов не будет. Баспасөз маслихаты барысында экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев та сөз алды. Қатты қалдықтарды қайта өңдеу үлесін 2029 жылға қарай 40%-ға жеткізу көзделіп отырғанын тілге тиек етті. Бұл бағытта құны 345 миллиард теңге құрайтын 67 жоба жүзеге аспақ. Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Қазақстанның транзиттік әлеуеті жылына кемі 5 триллион теңге табыс әкелуі мүмкін екенін мәлімдеді. Оның айтуынша теміржол, автожол және авиация саласына салынған инвестициялар экономикаға мультипликативті әсері беріп, 2035 жылға дейін КТЖ арқылы 4,4 триллион теңге пайда күтіледі. Апта ортасында Алматыда қайғылы жағдай орын алды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бас ғимаратынан бой жеткен секіріп, мерт болды. Қайғылы оқиға түскі сағат 3 шамасында тіркелген. Ол 14-ші қабаттан секіріп, қос ғимаратты жалғап тұрған жабық дәліздің төбесінен құлаған. Алдын ала деректерге сүйенсек, марқұм аталған университеттің шығыстану факультетінде түркология мамандығында білім алған. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайын құзырлы органдар анықтап жатыр. Тілшіміз Қаламқастың бейне материалына назар аударайық. Алматыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті ректораттың 14-ші қабатынан секіріп мерт болды. Қайғылы жағдай 30-ші шілде күні күндіз орын алған. Қыз оқиға орнында жан тапсырған. Марқұм шығыстану факультетінің 1-ші курс студенті, түркітану мамандығы бойынша білім алған. Бейресми дерекке сүйенсек, студент мұндай қадамға оқу ақысын төлей алмауы немесе 2-ші курсқа өте алмай қалу қаупі себеп болуы мүмкін. Алайда университет өкілдері ол қыздың үлгерімі жақсы болған, 2-ші курсқа сәтті өткен дегенді айтады. Ал университет проректоры Еркін Дүйсенов оқиғаға қатысты жауапкершіліктен қашты. Қылмыстық іс қозғалды. Қазір мән-жайлар анықталып жатыр. Сол себепті бұл жағдайға қатысты пікір білдіре алмаймын. Получается, студентка первого курса, она не смогла оплатить обучение или что говорят? Конечно, все комментарии. А почему тогда она в июле здесь? Что делает студентка? Университет жауапты полицияға сілтегенімен оларды нақтысын айта алмады. Аталған факті бойынша Бостандық аудандық полиция басқармасы өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бабымен іс қозғаған. Қыздың өлімінен бұрын жазып кеткен хатты табылып, қазір оның мазмұны сараптамада. Айта кетейік, өткен жылдың маусым айында университет маңында тағы бір қайғылы оқиға тіркелген еді. Жоғарғы оқу орнына түсуге ниет білдірген талапкер фонтанға түсіп тоқ соғып көз жұмған. Ол кезде қала әкімдігі фонтанның университет балансына тиесілі екенін айтса, ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек марқұм фонтанға өзі кіргенін алға тартып, жауапкершіліктен жалтарған. Осы ретте мәжілісмен Еркін Әбіл университетті сынады. Университеттің басшылығын
қазір сынай бастайды. Олардың да кінәсі бар, менің ойымша, себебі өзі 14-ші қабатқа шығып, суицид болған жағдайда баланың сол секіруінің өзі көп сұрақ туындатады. Қауіпсіздік мәселесі қалай ұйымдастырылды университетте. Сондықтан толығымен әбден ешқандай кінәсі жоқ деп айтуға болмайды. Бұл оқиғаға күмәнді тұстар аз емес. Қайғылы жағдайдан кейін университет әкімшілігі қызметкерлердің телефонын тексеріп, фото және видео материалдардың әлеуметтік желіге тарамауын қатаң бақылауға алған. Сағат 18:00-ге дейін ректораттың есігі іштен бекітіліп, ешкім ішке кіргізілмеген. Тіпті оны материал авторының айтуынша, университет өкілдері журналистерден жасырынып осындай әрекетке барған. Алайда не себепті қорыққаны беймәлім. Жалпы батыс елдерінде жоғарғы оқу орнына қарасты студенттерге арналған психологиялық қолдау көрсететін орталықтар жұмыс істейді. Емтихан алдында студенттің психикалық жағдайы тексеріледі. Студенттің менталдық денсаулығы дұрыс болған жағдайда ғана емтиханға қатысуға рұқсат беріледі. Ал бізде мұндай орталығы бар студентті білмейміз. Дүниежүзілік рейтингте студенті суицид жасаған университет автоматты түрде төмендейді. Сол себепті шетелде мұндай орталықтар белсенді жұмыс істейді. Ал Қазақстанда қандай? Бұл сауалды біз ғылым және жоғарғы білім министрлігіне жолдаған едік, өкінішке қарай жауап ала алмадық. Тіпті министрлік бұл оқиғаға қатысты пікір білдіруден бас тартып, бар ақпаратты полицияға сілтеді. Қазақстанда суицид көп. Жыл сайын 7-8 мың адам өмірімен қоштасқысы келеді. Соның жартысына жуығы қайтыс болады. Биылғы 5 айдың ішінде 1300 адам өз-өзіне қол жұмсап, тағы 1400 адам әрекеттенген. Бұл әр күн сайын 15 адам өмірін қиюға тырысады деген сөз. Көбісі ер адамдар, ал 89 бала қайтыс болған. Бірақ ең ауыр тұсы бұның бәрі жайсандарға айналып кеткенде тек 5-6% ғана тергеледі. Себебі заңда міндетті түрде тергеу болсын деген жоқ. Тек жақындары арыз жазса ғана іс қозғалады. Елде өз-өзіне қол жұмсауға баратындардың көбі жалғызсырайды, ешкімге мұңын аша алмайды, әлеуметтік желіде жасандылыққа қарап, өз өміріне көңілі толмайды. Ең сорақысы, көмек сұрағысы келсе де, кейде тыңдайтын жан таба алмайды. Мәнде суицидтің бір ғана тілі бар, ол тіл маған көрінеміз. Ол айғайлап, сондай жан айғаймен өзіне көмек сұраған, өзі естілген кезде өзіне көмек сұраған. Негізі суицидқа барам дейтін адам өзі тастайды. Көпшілік буллинг тек мектепте немесе көшеде болады деп ойлайды. Алайда кейбір балалар өз үйінде ата-анасының тарапынан да психологиялық қысым көреді. Ата-аналар баланың бағасына, сырт келбетіне немесе мінез құлқына бола жиі кінә тағады. Мұндай сөздер баланың өзін бағалауына кері әсер етіп, оны керексіз, сүйкімсіз сезінуге итермелейді. Әсіресе сезімтал балалар мұны өте ауыр қабылдайды. Очень часто дети пишут о боли, обидах на родителей. Помнишь, как ты выгонял меня ночью на улице зимой? Пожалуйста, не бейте братишку-сестренку. Наконец-то у вас не будет финансовых проблем. Не нужно будет тратить на меня деньги. Вы всегда придирались ко мне за мой внешний вид, за мой вес очень часто. Осы ретте депутат Еркін Әбіл университет ата-ана жауапкершілігінен бөлек министрліктің жұмысында сынады. Басынан бастап, мына үлкен өмірге бізде балалар дайындамайды. Мектептің өзі де дайындамайды қазір. 18-ге толған балалар бізде инфантилды өте. Бізде мына мемлекеттік білім беру жүйесінде бірнеше бағдарлама болды. Мемлекеттік. Бірақ біреуде бізде нәтижесіне дейін нәтижесін көре алмадық, себебі біреуде аяғына дейін орындалмады. Баланың психикасы үшін отбасыда, балабақшада, мектепте, университетте жауапты. Алайда бұл жүйелерде әлі де кемшілік көп. Мектепте психологтар жеткіліксіз, университетте психологиялық қолдау орталықтары жоқ. Мемлекет қабылдаған бағдарламалардың көбі аяқсыз қалып, салдарынан бала қысым көреді, бірақ нақты жауап беретін жүйе жоқ. Хабарымыздың соңын әлем жаңалықтармен аяқтаймыз. ақш президенті Дональд Трамп 67 елден келетін импортқа 10-50 аралығында тариф енгізді. Бұл жаһандық саудаға елеулі әсер етуі мүмкін. Сальвадорда президент Найиб Букелеге өмір бойы президент болуға рұқсат берілді. Украинада жаппай наразылықтардан кейін президент Зеленский сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдардың тәуелсіздігін шектейтін заң жобасын кері қайтарды. Португалия Палестинаны тәуелсіз мемлекет ретінде тану мәселесін талқылап жатыр. Бұл Еуропадағы дипломатиялық теңгерімді өзгертуі мүмкін. Құрметті көрермен, осы аптаның басты оқиғалар жайлы шығарылым осымен тәмам. Бізден сапалы контент, сізден лайк пен коммент болсын. Келесі жүздескенше аман сау болайық.
болсын.